Күйеуімнің туыстарын ұнатпаймын деп жатады бір жерге түскен келіндер. Негізі бұрынғы аталарымыздан қалған сөз бар. Әйелде жалпы қайын жұрт болмайды екен. Әйелдің келін болып түскен жұрты оның өз жұрты болып кетеді екен. Мысалға, қай рудансыңдар десең, көбінде ол баласының немесе күйеуінің руын айтып атады. Біз осы елдің адамымыз деп та. Яғни сол елге сіңістім деген сөз ғой. Әйтпесе оның өзінің әкесі бар, атасы бар, айтса болады ғой. Сондықтан осы елге келін болғаннан кейін барын бағалап, жоғын жасырып дегендей, сол елдің шежіресін ұлғайтатын болғандықтан, сол елдің ұл-қызын өсіретін болғандықтан, күйеуінің жақын жуықтарыменен барынша жақсы қарым-қатынас сақтауға тырысу керек. Расында соның ішінде ұнатпайтын, бір қылығы сүйкімсіз адамдар болады, бірақ соның өзінде мәселені одан ары қарай ушықтырмауға тырысу керек. Оны жаңа күйеуіңмен байланыстырып, күйеуіңмен оның арасын алыстатпауға тырысу керек. Әйел адам ол алтын көпір. Абысын тату болса, ас көп дегеннің мағынасы не? Әйел адамдар жақсы болып пейілін кеңге салатын болса, дастархан көп жайылады. Ағайындар бір-бірімен жақсы араласады деген мағына ғой. Сондықтан әйел адам ол байқағыш, байқап қояды кейбір жаман адамдардың жаман пиғылын. Бірақ мүмкіндік болса, жағдайды ушықтырмауға және күйеуіңнің туысқандарының қарым-қатынасы сенің себебіңнен бұзылып кетпеуіне тырысу керек.